Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді бір жасағаннан шығатын таңғы асқа, түскі асқа немесе кешкі асқа ұсынуға болатын осындай дәмді әрі аз ғана уақытта дайындалатын тағам дайындайтын боламыз. Бұл тағамның атын сырные лепешки деп айтып жатады. Яғни сыр қосылған лепешка немесе блины с сыром, яғни сыр қосылған қимақ деп те айтып жатады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Ең бастысы өте тез дайындалады. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сүтімізді құйып аламыз. Үстінен 2 жұмыртқамызды қосып аламыз. Одан кейін 1 шай қасық тұз және де қара бұрыш, сонымен қатар қызыл тәтті бұрыш, яғни паприканы қоссаңыздар болады. Қалауынша паприканы қоспай қоюға да болады, ол міндетті емес. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстінен сұйық майымызды қосамыз. Сұйық май бізде 3 ас қасық. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Осылай барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Құрметті менің көрермендерім, егер менің каналымда алғаш рет болып отырған болсаңыз, міндетті түрде каналға жазылып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде әр кез жаңа шыққан рецепттерді бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Сонымен қатар комментарий қалдырып, лайк басып кетуді де ұмытпаңыздар. Сіздерге өте жеңіл. Менің каналымның дамуына аса маңызды. Алдын ала рахмет. Осылай қамырымызды комочек қалмайтындай, ішінде ешқандай түйіршік қалмайтындай жақсылап араластырып алғаннан кейін әзірге шетке қойып қоямыз. Енді көк пияз бен укропымызды дайындап аламыз. Қалауыңызша көбейтуге болады. Мен осындай көлемде алдым. Пиязымызды да, укропымызды да майда етіп турап аламыз. Көк пиязымыз бен укропымызды осылай дайындап алғаннан кейін, алдын ала дайындап қойған қамырымыздың үстінен барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді ортасына салатын салмасын, яғни сырымызды дайындап аламыз. Мен салмасына осы сырды қосамын. Қалауынша жай ғана осы қамырдың өзінің ақ пісіріп жасай берсеңіздер де болады. Осы қамырды пісіріп, сары май жағып жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Мен бүгін осындай начинкамен жасаймын, яғни осындай қатты сырды қолданып жасаймын. Қалауынша қатты сыр мен моцарелла сырын араластырып қоссаңыз да өте керемет дәмді болады. Менде бүгін қолда осындай қатты сыр болды, сол сырмен жасап шықтым. Неке сырымызды үккіштің үлкен жағынан өткізіп дайындап алдық. Енді қамырымызды пісіруді бастаймыз. Қатты қызып тұрған табамызды осындай кисточканың көмегімен жақсылап майлап шығамыз. Жай ғана үйдегі сұйық маймен жақсылап майлап аламыз. Алғашта табаның астындағы оты өте қатты отта қыздырып аламыз. Кейіннен орташа отқа қойып, барлығын пісіріп аламыз. Мен басында осылай ыстық отта қойып, табамды жақсылап қыздырып, кейіннен орташа отқа қойып, осылай қамырымды құйып аламын. Қалауыңызша осылай ожаумен жетпеген жерлерін жеткізе отырып құйып алсаңыздар болады. Қамырымыздың беті шамалы кебіңкіреп, асты қызарыңқыраған кезде келесі бетіне аударып аламыз. Осылай лопатканың көмегімен аударып алсаңыздар болады. Енді 1-2 минут шамасында тағы да жақсылап қыздырып, екінші бетінің қамыры шамалы пісіңкірегеннен кейін үстінен сырымызды саламыз. Сырды қалауыңызша көп немесе азырақ салсаңыздар болады. Мен шамалы осындай көлемде салып шықтым. Енді қамырымыздың сыр қойылмаған бетін екінші жағына қарай бүктеп аламыз. 1-2 минуттай осы бетінен ұстаймыз. Шамалы қызарғаннан кейін келесі бетіне аударып аламыз. Екінші бетінен де 1-2 минут көлемінде қызарғанша ұстаймыз. Осымен дайын. Енді тарелкамызға салып, екі бетіне де сары майымызды жағып шығамыз. Осымен дайын. Қалған қамырларымызды да дәл осылай табамызды майлап, қызып тұрған табамызға қамырымызды құйып, айналдыра отырып, бір тегістетіп, домалақ етіп құйып аламыз. Сіздерге түсінікті болсын деп тағы бір рет көрсеттім. Осылай жақсылап құйып алғаннан кейін, беті толығымен формасын ұстағаннан кейін келесі бетіне аударамыз. Осылай шамалы қызарыңқырап пісуі қажет асты. Енді сырымызды саламыз. Бір-біріне беттестіріп бүктеп аламыз. беттестіріп бүктеп алғаннан кейін
2-3 минуттан тағы да ұстай отырып, асты күйіп кетпесін қарап отырыңыздар. Асты қызарған кезде келесі бетіне аударып, екінші бетінде пісіріп аламыз. Неге екінші бетінде пісіріп алдық, қалған қамырларымыздың барлығында дәл осылай пісіріп аламыз. Біз шыдамадық, бірнешеуін жеп алдық. Сіздерге көрсету үшін қалған осылай алып түсірдім. Неге ыстық кезінде тіптім керемет болады. Осылай сыры созылып, кереметтей дәмді болып тұрады. Бұндай тағамды кешкі асқа, түскі асқа ұсынсаңыз да, таңғы асқа ұсынсаңыз да кереметтей болып шығады. Ең бастысы өте аз уақытта дайындалады. Оңай әрі тез жасалынатын кез келген адамның қолынан келетін осындай дәмді тағамды сіздер жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Ал сіздерге ас болсын, видео пайдалы болса, міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер, және де жақындарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.